Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді YouTube каналының тыңдармандары, сіздерге бүгінгі жолданатын сабақтардың бірі қаздарымызды 5 ай мен 7 айдың ортасында не істейміз, және бағым қалай болу керек, және қандай шаралар жасаймыз ары қарата. Алдыңғы жүргізген бөлімде айтқан сабағымыз ол қаздарымызды 2 айдан бастап 5 айға дейін қандай бағымда болады және ары қарата не істейміз деп тоқтаған едік. Енді сол бүгінгі жүргізетін тақырыбымыздың ішінде ашқымыз келетін тақырып 5 ай мен 7 айдың ортасында осы қандай бағым болады және де қандай әрекеттер болу керек, сол туралы жүргізбекшіміз. Өрбітіп тақырыпты ашып, енді 5 айға дейінгі өткендегі жүргізген жұмыстарымызда айттық, оларға жемді 50% көкөніс, қалған 50% бидай мен ечмен болу керек деп. Енді ары қарата 5 ай мен 7 айдың ішінде қаздарды уже сұрыптау, былайша айтқанда оларды іріктеу жұмыстары жүру керек. Қайсысы бізде стадыда қалу керек, қайсысы сойылу керек деген сияқты тақырып қозғалады. Бізде оны сұрыптау, іріктеу деп айтсақ, орыс тілінде оны банатировка деп айтады. Яғни керек емес малдарды, керек емес құстарды сойып, жақсы өзінің жаңағы қойларын деген сияқты, или малдарын деген сияқты сондай ертеңгі күні шаруашылығына пайдалануға, көбейтуге соларды алып қалу тақырыбы. Қаз шаруашылығында да сондай нәрсе. Біз шаруашылығымызды жақсы ары қаратай дамытамыз десек, бізде шындығымен де жақсы, ең жақсы особтарды қалдыруымыз керек. Ең жақсы қаздарымызды, ең жақсы еркек, ең жақсы ұрғашыларды қалдыруымыз керек. Оны алдыңғыда айтқанбыз. 3 айдан бастап, 4 айдан бастап солай қаздарымызды жайлап өлшеп, түр сипатын қарап, сөйтіп әзірлей бастаймыз. Қалдыратын жаңа қаздарымызды кальцивайт етеміз деп, еркегі қанша, ұрғашы қанша, солардың бәрін тексеріп, жайлап, және де соның ішінен ең жақсыларды қалдырамыз деп. Сол енді соятынды былай бөлек алып жемдеп, сол тағы да көтеруге болады. Оны көкөрізді оларға 70% көкөніс қыламыз да, жейтін тамағының 30%-ін бидай қыламыз да, мүлдем ечменді арпаны алып тастаймыз құрамына. Яғни арпаны алып тастасақ, бидай да өте құнарлы, сонымен бірге көкөніс да өте құнарлы. Жаңа оны да айтқан едік алдында, көкөніс жақсы дәм береді, және де майын сарғайтады деп, және де кожасын да сарғайтады. Сондай сияқты ол енді өте семіртуге жақсы нәрсе. Сол көкөністі 70%, бидайды 30% қыламыз. Сөйтеміз де сол өзімізге керекті мөлшерге дейін бір 20 күндей, ең әрі кетсе енді негізі 1 ай қоюға болады, бірақ ол май құрамында көбейіп кетеді денесінде. Енді жалпы негізі 20 күн, 15 күндікте жеткілікті. Сол сойуға келді, үлкейді, өсті деген кезде уже олар былайша айтқанда түлеуден шығады, линкадан. Қаздар 2 айдан бастап линкаға кіреді, содан 2 ай жалғасады. Қаншалықты семіздігіне байланысты негізі ертерек шығып кетеді. Сол енді былай қарағанда 4 ай жаста, 4 айдан кете бере олар линкадан шыға бастайды 4 ай жарымдарда. Вот сол кезде біз уже жаңағыдай 5 айға келді ме жақсы жемдерге және де күшейтсек, оларды бір жақсы семіртіп аламыз да. Сөйтіп жаңағы 20 күн, 15 күн осы жемге қойғаннан кейін союды бастаймыз. Сөйтіп керек емес жаңа қаздарымызды, уақтау қаздарымызды бірінші басынан бастап сойып, ең соңында өзімізге ең жақсыларды ғана қалдыруымыз керек қой. Осы ертең күні осыдан бірдеңе шығады, осы маған қазым әдемі көрініп тұр, осы қазым ірі көрініп тұр, осы қазым шустрый деген сияқты қаздарды қалдырып, ертең күні қыстық сезонға осы қаздармен кіруіміз керек.
сол осы сұрыптауда, іріктеуде біз қателеспеуіміз керек. Сондықтан ол процесс айттық жаңа 5 айдан бастап, 4 ай жарымнан бастап уже анықтала беру керек сізде қайсылары қалатын. Содан кейін жаңағы өзіміз айтқандай 3 аналыққа 1 аталықпен қалдырып, сезонға қаншалықты сіздер, например, 3 семейкі ме, 4 семейкі ме, 5 семейкі ме, әлде 6-7 семейкі ме, сондай етіп қалдыратын болсаңыздар, яғни 7 аталыққа 21 аналық деген сияқты, 7 семейкі болатын болса, сондайды қалдырып, арғарата сонымен жұмыс жасау процесі басталады. Енді арғарата келесі тақырыптарда тағы да сол туралы, осы алып қалған қаздарымыздың бағымы қалай болады, оларды біз қалдырғаннан кейін арғарата жасайтын әрекетіміз қандай, және де оларды ертеңгі күні аталық, аналық қызметтеріне қалай дайындаймыз, олардың уже қыс кіріп жатыр, қыстық жаңағы рациондары қандай болу керек, жемдеу деген сияқты, басқа деген сияқты, сондай нәрселер, тақырыптар алда әлі қозғалатын болады. 3-ші бөлім осы бүгінгі қас шаруашылығында осы жерден осы өзіміздің тақырыбымызды аяқтаймыз. Баршаларыңыздың көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Осы жерден де сіздер өздеріңізге керекті сабақты аласыздар деп ойлаймыз. Сол сіздермен қош айтсамыз, қош аманшылықта, еліміз, жұртымыз тыныш, әрбір өздеріңіздің істеген кәсіптеріңіз сіздерге Аллах тағала сол кәсіптеріңізге берекесін берсін. Саушылықта болыңыз, қазақ ағайын.